Бүгінгі видеода кофе ішу дұрыс па, кофенің қандай пайдасы бар, сол туралы білетін боласыздар. Видеоны соңына дейін қараңыз. Пайдалы видеоны бастамас бұрын видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, және достарыңызбен білсе жүріңіздер, олар да кофенің пайдасын біліп жүрсін. Ал бастайық. Кофе ішу дұрыс па? Кофені өте ұнатамын, ұдайы ішемін. Біреулер ол зиян, денсаулығыңды бұзасың дейді. Ал мен кофе ішкенді өзім жақсы сезінемін деп те айтып жатады. Дәрігерлер кез келген адамның кофе ішуіне болмайды деп тегін айтпайды. Әңгіме кофе қанша және қашан ішу керек екенде. Мәселен, жұмыс алдында бір шыны кофе ішу артық емес. Тоя тамақтанған сонда көптік етпейді. Алайда уақыт талғамай онды солды өлшеусіз ішуінде жақсылыққа апармайтыны ескерту абзал. Кофені көп ішкен жағдайда ұзамай ағзаның кофемен уланған белгілері біліне бастайды.